Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 3-ші сабақ Қытай тілінің пейін жүйесі, соның ішіндегі дауыссыз дыбыстарды үйренеміз. Сабақтың мақсаты Қытай тілінің фонетикалық жүйесімен танысамыз, Қытай тіліндегі дауыссыз дыбыстарды үйренеміз. Қытай тілі иероглифтік тіл, бірақ оқып үйренуді жеңілдету үшін пейін жүйесі қолданылады. Ал онда пейін жүйесі дегеніміз не? Ол Қытай тіліндегі дыбыстарды латын әріптері арқылы белгілеу әдісі. Бұл жүйені білу иероглифтерді дұрыс оқуға және тілді меңгеруге көмектеседі. Біз мысалға ана деген иероглифті оқу үшін біз мынандай екі әріппенен белгілейміз. Бұл латын әріптері. Мо, а деген әріптер. Енді осындағы бірінші басында тұрған дыбыс шың-мо дауыссыз дыбыс болады. Ал негізгі дыбыс дауысты дыбыс болады. А деген дыбыс дауысты дыбыс болады. Ал төбесіндегі бір сызық көріп отырғандарыңыздай, ол тоны немесе буынның дыбыс екпіні ырғағы болады. Онда дауыссыз дыбыстар буынның басында тұрады. Дауысты дыбыстар буынның негізгі бөлігі. Ал тон буынның екпіні. Пейін жүйесінде осындай 3 құрылым болады. Қайталаймыз: дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс және тоны. Қытай тіліндегі дауыссыз дыбыстар 23 жалпы саны. Мен бір рет оқып шығайын, естіп отырыңыздар. По, по, мо, фо. Бұлар еріндік дыбыстар. Ал енді тілді тіс дыбыстары т, т, н, л. Тіл ортасы жіңішке дыбыстар жи, чи, ши. Тіл арты г, к, х. Жұмсақ таңдай тіл алды ж, ш, ш, ж. Тісті дыбыс ц, ц, с. Ал жартылай дауысты дыбыс и, ву. Енді осыларды жекелей үйренейік. По, по, мо, фо дыбыстары. По біздің тіліміздегі б дыбысына жақын. Мысалға 8 дегенді біз Қытайда ба деп айтады. Бала деген дыбыстың б дыбысына жақын. П біздің тіліміздегі пышақ дегеннің басқы дыбысы п-ға жақын. Пиң алманың иероглифі пиң. Ал м дыбысы тілімізде м дыбысына жақын. Ана дегенді ма деп айтады. Ф біздегі ф-ға жақын. Фей. Маған ілесіп оқыңыздар. По, по, мо, фо. Қайталаймыз. По, по, мо, фо. Енді д, т, н, л дыбыстарына тоқталайық. Д бізде тіліміздегі жұмсақты. Жер деген иероглиф ти деп оқылады. Т біздің тіліміздегі қатаң т. Мысалға тары деген дыбыстың басы т осы. Бірге дегенді тоң деп айтады. Ал н тіліміздегі н. Сен деген дыбысқа қарасақ ни. Сен деген иероглифті ни деп айтамыз. Ал л өз тілімізде бар. Л деген дыбыс. Кәрі дегенді лау деп айтады. Маған ілесіп оқыңыздар. Д, т, н, л. Қайталаймыз. Д, т, н, л.
Енді Г, К, Х дыбыстарына тоқталайық. Г тілімізде қатаң Г. Аға дегенді Г деп айтады. К өзіміздегі қатаң К. Ауыз дегенді Коу деп айтады. Х көмейлік Х. Қан дейміз ғой сонда. Хан. Х. Хау. Жақсы деген мағынаны білдіреді. Ілесіп оқыңыздар. Г, К, Х. Г, К, Х. жіңішке дыбыстар. Чи, чи, ши. Чи өзімізде жұмсақ чи. Жіп дегеннің басқа дыбысы. Әпке дегенді же деп айтады. Чи жұмсақ чи. Чек дегеннің басқа дыбысына жақын. Ауа дегенді чи деп айтады. Ал ши жұмсақ ши. Біздегі чыға жақын. Шау кішкене деген иероглифті шау деп айтады. Ілесіп оқыңыздар. Чи, чи, ши. Чи, чи, ши. Енді мына дыбыстар, бұның ішінде ж, ш, ш деген дыбыстар өз тілімізде жоқ. Бұнда ж мен д-ның ортасындағы дыбыс. Орта дегенді жоң деп айтамыз. Ал мына чыға жақын, бірақ дәл өз емес. Жеу дегенді ч деп айтамыз. Ілесіп оқыңыздар. Ч, 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 ч. Ш деген дыбыс терең ш. Кітапты шу деп айтады. Ал мына ж бізде ыр деген дыбысқа жақын. Бірақ ұзақ айтпаймыз, ж дей саламыз. Ілесіп оқыңыздар. Ш, ж, ш, ж. Ең соңғы дыбыс и, у. И өзіміздегі иге жақын. Дыбыс и бір деген дыбыс. У-ға жуық. Мысалы, мен деген дыбысты о деп оқимыз. Мен. Қытай тілінде 23 дауыссыз дыбыстар. Көпшілігі қазақ тіліндегі дыбыстарға ұқсайды. Бұнда ерекше назар аударатын дыбыстарымыз ж, ш, ш, ж, чи, чи, ши. Қытай тіліндегі пиындарды үйрену үшін тыңдау мен қайталау өте тиімді әдіс. Сау болыңыздар.